Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының 8-ші А сынып оқушысы Байбол Кәусар. Ілияс Жансүгіров, жыр жүректің тілегі, ақын елдің тірегі. Ілияс Жансүгіров, қазақ ақыны, драматург, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы. Қазіргі таңда ақынның көптеген шығармалары бізге айқын. Олардың бірі Құлагер поэмасы. Құлагер ақын Ілияс Жансүгіровтың ақан серінің өміріне арнаған поэмасы. 1936 жылдың қараша айында Социалистік Қазақстан газетінің бірнеше шығарылымында жарияланды. Бұл поэмада ақан сері Сағынайдың еліне асқа барады. Сағынай елге белгілі бай адам болған. Сағынай қайтыс болғаннан кейін ұрпақтары оған арнап үлкен ас береді. Бұл асқа бүкіл қазақ даласынан атақты адамдар, палуандар, ақындар және бәйгеге қосатын жүйрік аттары бар бай шонарлар жиналды. Ақан сері де өзінің әйгілі тұлпары Құлагерді қосу үшін барады. Ақан серінің өмір шындығын үлкен суреткерлікпен жырлаған заманның асқа ақыны ғана емес, мұңшыл да сыршыл, әншілік орындаушылық өнерімен танылған өзгеше дарын иесі деп атауға да болады. Құлагер ақан үшін ең жан досы, сырласы, мұңдасы, жол серігі еді. Құлагердің ақан секілді қайтпас қайсарлығы барлық елді таңғалдырды. Құлагер ең жылдам жылқылардың бірі болып, барлық аттарды басып озды. Аламан бәйгенің алдын бермей даңқы бүкіл арқаға тараған Құлагер Сағынайдың астында қастандықпен өлтірілгенін бәріміз білеміз. Осы бір қарабет қастандық ақынның жүрегін жаралайды. Құлагердің басын құшақтап, Құлагер әкең тұлпар, шешен сұңқар деп жоқтау айтады. Ақынның Құлагерді айырған адам баласының қара ниетінің нәтижесі. Ілиястың Құлагер поэмасын оқи отырып, біз осы шығармаға арқау болған негізгі оқиға арқаның атақты әншісі ақан серінің адал серігіне айналған тұлпары Құлагерінен айырылып қалған қайғылы оқиғасы деп түсінеміз. Жауыздық пен қастандықтың құрбанына айналған Құлагерінен айырылу өмірдегі ең ауыр соққы болып тиеді. Алайда бұл поэма сырт қарағанда ақынның сәйгүлігі Құлагерге арнаған соған байланысты туған сияқты. Бұл жерде іштарлық, көре алмаушылық сияқты қасиеттердің сол заманнан да басты жауы болғанына көзіміз жетеді.